Бүгінгі дәрістің тақырыбы орфографияны оқыту әдістемесі. Бұл дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, бастауыш сыныптарда орфографияны оқыту әдістемесінің мақсаты мен ұстанымдары, орфографиялық жұмыс мазмұны, орфографиялық жаттығу түрлері және орфографиялық жаттығуларды жүргізу әдістемесі. Орфографияны оқыту әдістемесі бұл бастауыш сынып оқушыларының орфографиялық сауаттылығы мен біліктілігін қарастыратын қазақ тілін оқыту әдістемесінің бір саласы. Ал бастауыш мектепте орфографияны оқытудың негізгі мақсаты оқушылардың жазу сауаттылығын қалыптастыру. Жазу адамдардың кеңістік пен уақытқа тәуелді болмай өмірдің барлық саласында кең түрде қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Сауатты жазудың қоғамдық мәні зор, ал сауатты жазудың негізі бастауыш мектепте қаланады. Орфографияны оқыту әдістемесі мынадай ұстанымдарға сүйенеді. Орфографияны тілдің фонетика, морфология, синтаксис салаларымен тығыз байланыста оқыту, әртүрлі тілдік құбылыстарды бір-бірімен салыстыра оқыту және де мағыналық құрылымдық ұстанымы. Бастауыш сыныптардағы орфографиялық жұмыстың мазмұнына орфографиялық білім, орфографиялық ереже, орфографиялық білік пен дағды жатады. Орфографиялық білім ұғымдар мен фактілерден құралады. Орфографиялық ұғым жазу жүйесін көрсетеді және екіге бөлінеді. Бірінші, оқушылардың игеретін ұғымдары, оларға орфограмма, қате, орфографиялық ереже, олардың түрлері жатады. Екінші, мұғалімнің оқыту үдерісінде басшылыққа алатын, сүйенетін ұғымдары, оларға орфография ұстанымдары, орфограммалардың түрлері мен нұсқалары жатады. Бұл ұғымдар бастауыш сынып мұғалімнің орфографияны оқытуда негізгі базалық білімі болып табылады. Орфографиялық факт жазылуы оқушы есінде сақтауы тиіс жеке тілдік құбылыс, мысалы сөздердің бірге, бөлек жазылуы, қосымшалардың жазылуы, шылаулардың жазылуы тағы сол сияқты. Бағдарлама талабына сай сауатты жазу дағдысын қалыптастыру үшін бірнеше жазба жұмыстары жүргізілуі тиіс. Оларға көшіру, грамматикалық, орфографиялық талдау, диктанттар, мазмұндама мен шығарма жұмыстары жатады. Жазуға байланысты жаттығу жұмыстары әртүрлі факторларға негізделеді. Көру, қимыл факторларына негізделетін көшіру жазу. Есту арқылы қабылдауына сүйенетін мәтінді жазу. Мәселен, мұғалім оқып берген немесе оқушы оқыған мәтінді жазу. Бұған диктант, мазмұндама жұмыстарын алуға болады. Орфографиялық тапсырмалар мен жаттығулар. Қалдырып кеткен әріптерді тауып жазу немесе түзетіп жазу. Көшіру. Алғашқы бірінші сыныпта, екінші сыныпта сөзбе-сөз механикалық көшіру іске асырылады. Кейін бірте-бірте деформаланған мәтінді көшіру, сөз теріп көшіру, қалдырылған сөздерді қойып көшіру, толық көшіру, тағы да сол сияқты жұмыстар ұйымдастырылады. Көшіру жұмыстарында керекті әріптердің, сөздердің, сөз тіркестерінің астын сызу, сөз табын анықтау, қосымшасын, шағын анықтау, жақшаға көрсету, тағы да сол сияқты белгіленеді. Есте ұстау арқылы көшіру. Мұнда тақтаға жазылған мәтін оқылады, талданады, сонан соң жазылады. Оқушы есінде қалғандарын жазады. Кейде мәтін талданғаннан кейін үйге беріледі. Жазып болған соң мұғалім мәтінді ашып, жазғандарын салыстырып тексеруге мүмкіндік береді. Көшіріп жазудың бұл көрсетілген түрі диктант болғандықтан, мұны көру диктанты деп атайды. Еркін көшіру. Балалар әуелі мәтінді оқып шығады, талдайды, сонан соң кітапты жауып, мәтіннен есте қалғандарын қалай ұғынса солай жазады. Грамматикалық тапсырмаларға байланысты көшіру. Сөздің немесе сөйлемнің бір бөлігі өзгеріссіз сол қалпында, екінші бір бөлігі өзгертіліп көшіріледі. Қалып қойған жерін ойлап тауып немесе қосып, өзгертіп жазады. Қалып қойған әріптер мен буындарды тауып қосу, сөздерді тауып қосу немесе сөйлемдерді аяқтау, берілген сөйлемнің немесе сөздің тұлғасын өзгертіп жазу сияқты тапсырмалар орындалады. Көшіру жұмыстары тіл дамытумен байланысты. Сұрақтарға жауап беру түрінде де кездеседі. Бұл жұмыс балаларды мазмұндама мен шығарма жазуға дайындау мақсатында қолданылады. Балалардың орфографияға үйренген біліктері мен дағдыларын байқау мақсатында диктант жаздырылады. Мұнда мұғалім мәтіндегі сөйлемдерді немесе жеке сөздерді оқиды. Оқушылар оны аяғына дейін тыңдап, естерінде ұстайды, жазады. Бастауыш сыныпта диктанттың негізгі 6 түрі қолданылады. Ескерту диктанты, іріктеу, түсіндіру, шығармашылық, ерікті, бақылау немесе тексеру диктанты. Ескерту диктанты. Мұнда мұғалім мәтінді тұтас оқып шығады. Балалар жақсылап тыңдап отырады. Содан кейін түсінсіз деген сөздердің мағынасы түсіндіріледі. Мұғалім әрбір сөйлемді қайта оқып шығады. Оқылған сөйлемдер балалардың қатысуымен талданады. Оқушылар тиісті дыбыстарды көрсетеді, ережесін айтып береді. Олардың қателескен жері болса түзетіледі. Осындай жұмыстардан кейін ғана балалар сөйлемді жазуға кіріседі.
Іріктеу диктанты. Мұның ескерту диктантынан айырмашылығы, балалар мұғалімнің айтқан сөздердің барлығын жазып отырмайды. Оның ішінен белгілі бір ережеге қажетті сөздерді немесе сөз тіркестерін іріктеп жазады. Диктанттың бұл түрінде уақыт үнемделеді. Қажетті сөздер мен сөйлемдер көбірек жазылады. Ең бастысы, оқушылар мәтінді аса зейін қойып тыңдап отыруға мәжбүр болады. Түсіндіру диктанты. Мұнда мәтін жазылып болғаннан кейін ғана талданады, қателері түзетіледі. Диктанттың бұл түрін жазуға кірісерде қажетті ережелер еске түсіріледі. Мұны ескерту диктантынан бақылау диктантына өткел ретінде жүргізілетін жұмыс деуге де болады. Сөздік диктант ұзақ болмайды. 5-10 минут шамасы, көбінесе сабақтың аяғында жүргізіледі. Сөздік диктант 10-15 сөзден аспауы тиіс. Шығармашылық диктант. Мұғалім тақтаға қажетті сөздерді жазады. Кейде сурет немесе бір серия картина беріледі. Балалар бір тақырыпқа сөйлемдер құрайды. Шамамен қолданылатын ережелер беріледі, еске түсіріледі. Жұмыстың бұл түрін таза диктант деуге болмайды. Сөйлемді балалардың өздері құрастыратын болғандықтан, мұны шығарманың кіріспесі деуге болады. Ерікті диктант. Бұл мазмұндама деп аталады. Бірақ мазмұндамадан сәл оңайлау. Диктант деу себебі мұғалім мәтінді оқып тұрады. Ал ерікті дейтініміз, балалар әдеттегідей диктанттай мәтінді мұғалімнің оқуы бойынша сөзбе-сөз емес, естерінде қалғандарын ғана жазады. Диктанттың бұл түрі де тіл дамыту жұмысымен ұштасады. Осы көрсетілген жұмыстардың барлығы орфографиялық дағдыны автоматтандыру мақсатын көздейді. Бақылау немесе тексеру диктанты. Бұл балалардың алған білімдері мен қалыптасқан дағдыларын тексеру мақсатында жүргізіледі. Мұнда оқушы өзі білетін ережені қолданып, өз күшін өзі байқай алады. Мұғалім қандай да болмасын бір орфографиялық ережені оқушылардың қалай меңгергендері жөнінде мәлімет алады. Қандай ереже қайталау керек, кімге қандай көмек керек, соны анықтайды.